Бәріне сәлем. Бүгінгі сабақта Instagram желісі бойынша адамдар бір-біріне жазыла алу керек, яғни бір-біріне тіркеліп, бір-бірлерінің посттарын көру керек. Бүгін сол функционалдың логикасын жазатын боламыз. Ол үшін алдымен біздерге мынандай терминдермен таныс болу керек. Яғни қазір суретке өтейік. Ендеше профильдің парақшасын есімізге түсірейік. Профильдің парақшасында бізде қандай да бір сурет. Мысалы, user 1 деген адамның парақшасына кірген болсақ, оның алдымен посттарының санын көреміз. Мысалы, 15 посты бар болса, осылай. Және мына жерде оның қанша адам тіркелген, және ол кісі қанша адамға тіркелген туралы ақпарат тұрады. Мысалы, ол кісіге 4 адам тіркелген болса, 4 тіркелуші. Және ол user 1 тағы басқа 2 адамға тіркелген болса, 2 адамға тіркелген деп көретін боламыз. Ал бұларды енді ағылшыншаға аударатын болсақ, бұл 4 адам бізде followers'ты білдіреді. Ал мына 2 адам бұны following деп айтамыз. Яғни бұл сандар біздерде профильмен тікелей байланысты. Сол үшін біздер профиль деген классымыздың ішінде өз-өзімен байланыстырып жаңа таблица ашатын боламыз. Ол таблица мынандай таблица болады. Яғни, мысалы, біздің барлық базамызда 5 адам бар деп елестетейік. User 1 бірден 5-ке дейін, мысалы 5 адам бар. Осы адамдардың әрбірінің ID-лері мына 1 немесе 5 осы адамдардың ID деп елестететін болсақ, енді адамдар бір-бірімен тіркелгенін қалай базада сақтайтынымызға көз жүгіртейік. Ол үшін біздерде follows деген таблица болады. Бұл таблицаның келесі бағандардан тұратын болады. Мысалы, оның ID-і. Келесі, мысалы, қандай да бір профильдің ID-і. Және followed by ID. Ал шын өмірдегі мысалға келтіретін болсақ, бізде бұл базамызда 1-ден 5-ке дейін адамдар бар. Менде мысалы user 1-дің 4 тіркелушісі бар. Олай болатын болса, бірінші жолда profile ID 1 болады. Бірінші юзерге екінші адам тіркелген. Бірінші юзерге екінші жол. Бірінші юзерге үшінші адам тіркелген. Үшінші жолда бірінші юзерге төртінші адам тіркелген. Және осылай кете береді. Төртінші жолда бірінші адамға бесінші адам тіркелген болып есептеледі. Сонда мына 1 деген адамдар саны 1 деген профильге 4 адам тіркелген деген сөз. Ал енді керісінше осы бірінші юзер 2 адамға тіркелген дегенді көрсету үшін біздер бұлай жасайтын боламыз. Мысалы 5-ші жолда, мысалы қандай да бір екінші адамға бірінші адам тіркелген. 6-шы жолда, мысалы қандай да 3-ші адамға бірінші адам тіркелген дегенді білдіретін болады. Енді осылай логикасы түсінікті болса, кодымызға көшейік. Біздер кодымызды ашып, users'тағы models.py файлына өтейік. Осы жерде енді профиль моделін толықтырамыз. Яғни бұл жерде бізде follows деген жаңа many-to-many жол керек. Ол үшін models'тан many-to-many деген жолды шақырамыз. Және осы жерде ең бірінші параметрі біз осы профиль моделін өз-өзіне бекітейін деп жатырмыз. Сол үшін бұның бірінші параметрі self болады. Яғни өзінің ID-лермен бірге бұл бір жаңа таблица ашатын болады. Related name, яғни біздерде бұл өзінің объектісі арқылы followed by деп жалғанатын болады. Және біздер symmetrical false дейміз, себебі біздерде 2 адам бір-біріне жазылған кезде, мысалы бір адам екінші адамға тіркелетін болса, екінші адам бірінші адамға тіркелген деп есептеме үшін біздер мына жерде false деп қоятын боламыз.
Келесі біздерде бұл профайлдың бейнесін стринг түрінде ашып көрсетсек болады. Мысалы, бұл жерде бізде мынандай жолды қайтарсын деп жазамыз. Self ID және self username. Яғни бұл адам username қайтаратын болады. Және біздер моделіміздің ішінде бізге керек осы процесс барысында пайдаланатын функцияларымызды жазып өтейік. Мысалы, бірінші функция адам тіркелуге арналған функция. Мысалы, follow self бұл өзіне профильді алатын болады. Және follows деген many to many байланысқа профильді қосады. Енді осыған сәйкес, мысалы, тіркелген адамдар қатарынан алып тастағымыз келетін болса, unfollow деген методты жазамыз. Ол да солай, тек add деген сөздің орнына remove деген методын пайдаланатын боламыз. Және келесі біздерде осы модельдің ішінен қанша адам маған жазылған, тіркелген, соларды алғымыз келетін болса, біздер get following деген методы ашамыз. Яғни маған жазылған адамдардың тізімін алғым келеді осы арқылы. Ол кезде return self follows all дейміз. Яғни маған бұл мен жазылған адамдардың тізімін көрсететін болады. Ал келесі маған жазылған адамдарды көргім келетін болса, get followers деймін. Бұл бізде followed by деген байланыс арқылы мына жерде көрсеткен тізімдегі адамдардың барлығын қайтар деп жазамыз. Яғни біздер мына жерде өзімізге керек барлық методтарды жазып шықтық. Енді біздер осыған API ашу үшін миграция жүргізіп көрейік. Енді біздер осы many to many field байланысы үшін миграция жасаймыз. Manage by make migrations. Көріп тұрғанда жаңадан миграция қосылды. Мына жерде бізде қандай миграция екені туралы ақпараттар бар. Яғни біздер профайл моделін өз-өзімен байланыстырып, жаңа таблица аштық. Енді migrate командасын орындаймыз. Біздерде миграция өтті. Мына жерде ок деген жазып көріп тұрмыз. Келесі нәрсе, біздер енді профайлдың URL-ын тексеріп жіберейік. URL-сқа өтеміз. Профайлсқа алдыңғы сабақтарда viewset ашқан болатынбыз. Осы viewset-қа өтеміз. Және осы viewset-қа біздер подписка жасауға арналған методтарымызды жазып шығамыз. Бұл жерде бізге 4 метод керек болады. Біріншісі follow, бұл яғни тіркелуге арналған API. Бұл action, яғни detail true болады. Біз қай адамға тіркелетімізді ID арқылы көрсетеміз. Және методты post деп таңдаймын. Қазірге pass деп кетейік. Және келесі метод бізде осы сияқты осы методтарды көшіре берейік. Ары қарай unfollow, яғни біз тіркелуден өшіру үшін unfollow методын жазып шығатын боламыз. Менде қанша адам тіркелген, сол туралы ақпаратты көргім келетін болса, соған да арнап сериализаторлар жазамыз. Бұл жерде бізде detail false десек болады. Ал методы бізде get болатын болады. Follow followers. Және соңғы төртіншісі following, яғни мен тіркелген адамдардың санын көрсететін болады. Енді осының әрқайсысын бір-бірлеп реализациясына көшейік. Бірінші мысалы мен адамдарға жазылу үшін мен алдымен авторизацияланған адамды бұл тіркелуші адам деп есептеймін, яғни follower. Оны мен request user profile деген жерден аламын. Және ал following деген менде, яғни
кімге тіркеліп жатыр, сол адамды біз мына PK арқылы, primary key арқылы алатын боламыз. Мысалы, following деп атайық оны. Ол бізде get object or 404 деген арқылы алсақ болады. Яғни біздерде ондай адам жоқ болса, бірден 404-ші қатені қайтаратын болады. Оны біздер алдыңғы сабақтағыдай Django'дан импорт жасаймыз. From Django shortcuts import get object 404. Объекті ал немесе 404-ші қатені қайтар деген функция. Енді біздер бұлай жасаймыз. Егер де адам өз-өзіне тіркелгісі келетін болса, біз оған тіркелуге мүмкіндік бермеу керекпіз. Сол үшін мына жерде алдын ала тексеріп алсақ болады. Егер follower мен following бір-біріне тең болып қалатын болса, you cannot follow yourself деген қате шығарамыз. Яғни адам өз-өзіне тіркеле алмайды. Және келесі адамдарды бір-біріне тіркеу үшін, яғни follower'ды follow'де following'ке тіркейміз. Яғни бұл жерде не орындалады? Мысалы, профайлға өтейік. Follow деген метод шақырылады. Және мына профильге, енді мына модельге өтіп көретін болсақ, мына жерде мына follower арқылы мына following деген адамға тіркелетін болам. Яғни мына модельде біз орындаған follow методы орындалатын болады. Follows add profile деп біз жаңа following'ті беріп жатырмыз. Енді осылай тіркелгесін біздер сәтті орындалған туралы ақпарат қайтарамыз. Мысалы, қандай да бір message. You are now following username деп. Сен мына адамға тіркеліп жатсың деген сөз. Және кімге тіркелгені туралы ақпарат қайтарып қойсақ болады. Және статусты біз 200 ок деген статусты қайтарамыз. Енді осы жазған кодымызды тексеріп көрейік. Яғни follower деген адам following деген адамға тіркелетін болады. Енді бірінші серверімізді қосамыз. Run server. Және мына жерде жаңа папка ашатын боламыз. Мысалы, like дегенді мен duplicate жасайын. Осының орнына жазып шығатын болам. Follow деп ашып қояйық мысалы. Мына жерде follow деген API. Бұл бізде profiles және профиль, мысалы, қай профильге жазыламыз, сол профильдің ID-і. Мысалы, біздер қазір адамдарды түгендеп алайық. Менде профильдердің санын көріп жіберейін. Ол үшін бірінші тіркелеміз. IDOS болып авторизация өтеміз. Мына жерде жоқ дейді. Мысалы, ID 6 деген ол IDOS-ның профилі, міне көріп тұрғандарыңыздай. Немесе мен барлық адамдарды профильдермен бірге шығарып алайын мына жерге. Ол үшін біздер әзірге уақытша мына жерде доступ берейік профильдерді алуға. Ол үшін мына list model mixingді ашып қоям комментарийден. Енді get profiles деп көреміз. Мына жерде менде 2 профиль ғана бар екен. Бірақ маған көбірек профиль керек. Сол үшін мен жаңадан регистрация жасап, сол адамдарды тест ретінде тексеретін боламын. Мысалы, user 1, user 2, user 3, user 4, user 5 деп 5-еуін ашамыз. Енді осы әрбір юзерге біздер профиль құрастыруымыз керек. Мысалы, user 1, create profile дейміз. Келесі екінші адамға, үшінші адамға, төртінші адамға, және бесінші адамға профильдер құрастырайық. Міне бізде енді профильдердің саны көбейді.
Енді мен қазір қай адам болып авторизация жасағаны туралы ақпарат алып жіберейін. Мысалы, міне мен user 5-пін дейді. Мен user 5 болып, одан да user 1-ге көшейік. Жаңағыдай, міне user 1 болып, мен де бірінші user болып кірдім. Бірінші user болып, екінші userге тіркелгім келеді. Ол үшін мен мына жерде profiles, жаңағы екінші userдің profile ID-ін алатын болам. Ол менде қазір. Userдің орнына біздер сериализатор мен user шығарып қойық, солай ыңғайлырақ болады. Так, ол бізде list profile serializer. Мына жерде user serializer дейміз. Енді тізімге қайта оралатын болсақ, мен user 2-ге тіркелгім келсе, оның профилінің ID-і 8-ге тең. Мен мына жерде follow-ға барам, profilesқа 8 деп жазам. Follow дейм. Так, мына жердегі біздің сұранның денесін алып тастаймыз. Авторизация береміз. Осы жеткілікті. Және пост запрос жіберетін боламыз. 500-ші қате, енді көрейік. Ол неге болды екен? Яғни view setімізға ораламыз. Мына жерде көріп тұрамыздай, profile serializer has no attribute дейді. Яғни бұл жерде бізде profile serializer деген сериализатор жоқ. Сол үшін осындай қате шықты. Біз орнына retrieve profile serializer деген сериализаторды қолдануымыз керек. Бір тіркелем. You are now following user 2 деген шықты. Міне following деп осы user 2-нің ақпаратын алдық. Яғни мен екінші адамға тіркелдім. 9 деп үшінші адамға тіркелдім. Яғни мен user 1 болып, user 2 мен user 3-ге тіркелдім мына жерде. Яғни менде following деген жерде 2 адам тұрады енді. Мен осы тіркелгендерім дұрыс па, дұрыс емес па, соның санын көру үшін біздер мына 2 методты жазатын боламыз. Followers және following деген методтарды. Мысалы, followers маған қанша адам тіркелген туралы ақпарат. Бұл жерде followers тең болады request user profile және осы профайлдан біздер get followers функциясын шақыратын боламыз. Және осын сериализаторға саламыз. Serializers. Бұл жерде біздер профилдің сериализаторын пайдалана салсақ болады. Бұл жердегі. Яғни get serializer деген кезде ол листті қайтаратын болады бізге. Бұл жағдайда get serializer. Осы адам профилдің санын береміз, және many true дейміз. Бізде олар тізім болып келетін болады. Және return response'да біздер осы адамдардың деректерін қайтаратын боламыз. Статус 200. Ал following болса, тура осылай. Оны көшіріп алайық. Мына жерге қойайық. Get followers орнына мына жерге get followings дейміз. Мына followers орнына енді followings деп жазып шығайық. Дұрыстап. Екеуі өте ұқсас. Енді тексереміз. Мысалы, мына методты duplicate жасаймыз. Және бұл жерде get followers, яғни маған тіркелген адамдардың тізімі. Және екіншісі followings. Екіншісі get followings. Ол маған тіркелген адамдардың саны ол есептеледі. Сақтаймыз. Енді тексеріп көрейік. Followers 500-ші қате. Мына жерде serializers деген дұрыс емес дейді, себебі біздер self-ті пайдалану керекпіз бұл жерде.
self get serializer деген методты шақырамыз. Енді сақтаймыз, жүргіземіз. Яғни мына жерде мен қазір кім болып кіріп тұрмын? Профиль жауып қойық, пост жауып қойық. Міне мен user 1-мін. Get following мына жерде қате кетіп қалыпты. Енді жаңадан адамдарға тіркелеміз. Мысалы, менде user 5 ешкімге тіркелмеген. Сол user 5-ке тіркелейік. Мысалы, get profiles дейміз. User 5-дің ID-і 11 екен. User 1 болып, 11-ші профайлға тіркелетін боламын. User 5-ке тіркелдік. Яғни мен get following деп, мен кімге тіркелдім, сол адамдардың тізімін көріп тұрмын. Дұрыс жасап тұр. Енді келесі мен user 5 болып кіріп, жаңағы user 1-ге тіркелемде, маған кім тіркелген туралы ақпарат көреміз. Мысалы, get access токен user 5 болып кірем. Сосын user 1-ге тіркелетін боламыз. User 1-дің ID-і 7. Сұранымызды жібереміз. Енді міне бізде you are now following user 1 деп көрсетіп тұр. Енді user 2 болып, осы 7-ші адамға тіркелейік. Яғни бірінші адамға, бірінші профильге тіркелетін болсақ, follow. Бұл жерде еш нәрсе өзгермейді әрине. Енді мен бірінші адам болып кіремді, маған қанша адам тіркелді, кімдер тіркелді, сол туралы ақпаратты қарайтын боламын. Get followers. Сұранымды жіберем. Міне 5-ші адам. User 5. Яғни міне user 2 маған тіркелген туралы ақпарат бар. Мысалы, біз өз-өзімізге тіркеле алмаймыз. Followers деп мен 2 адамды көріп тұрмын. Мен бірақ мына екінші userге тіркелгенді білем. Оның ID-і 8. Мысалы, мен 8-ге тіркелетін болсам, get followers деп көретін болсақ, міне ол маған тіркелген. Енді қарасам, міне маған user 2 және user 3 тіркелген көрініп тұрмыз. Ал мен мына жерде 5 пен 2-ге тіркелгенді көріп тұрмын. Яғни біз ойлағандай жұмыс жасап тұр бұл жерде. Келесі unfollow'дың логикасын жазамыз. Бұл яғни follow дегенге ұқсайды. Мысалы, біздерде follower деп тіркелген адам ретінде авторизацияланған адамды алатын боламыз. Және profile дейік. Дәл осы жоғарыдағыдай. Профиль деп біздер URL-дағы ID бойынша профильді алатын боламыз объектісін. Енді тіркелуші мына профайлға тіркелген тіркелмеген тексеру үшін біздер жаңа валидация жасамыз. Ол мысалы мынандай валидация. Біздерде follower follows, яғни many to many-ді аламыз. Filter primary key-ға, яғни біздер профильдің primary key-ін береміз. Немесе мына primary key-ді бере берсек болады. Осы exist деп тексереміз. Exists. Яғни бізде осы сұранымға сай келетін жол болмаса, онда біз айтамыз, сен бұл адамға тіркелмегенсің, яғни сен бұл тіркелмеген адамнан өшіре алмайсың деген сияқты. You are not following this profile. Яғни сен бұл адамға тіркелмегенсің деген сөз білдіреді. Ал егер бұл if орындалмаған жағдайда, яғни бұл адам
шынымен бұл адамға тіркелген, яғни одан тіркелгендер қатарынан алып тастау керек деген сөз. Біз яғни follower, unfollow, profile деп береміз. Осы профильден ол өзі тіркелгендер қатарынан өшіріп тастайтын болады. Және жаңағыдай мынандай текст қайтарсақ болады. Тек мына message'ді өзгертетін боламыз. Профайлды followingқа өзгертсек болады. You are now following, you are now unfollowing. Сосын профильдің аты және сол адам туралы ақпарат. Так, біз тексерісті жалғастырамыз енді. API-ге өтіп, мына follow'ды көшірейік. Duplicate жасаймыз. Follow copy'дің орнына unfollow деп жазайық. Және follow'ның орнына unfollow деген жазамыз. Енді мен тіркелген адамдардың санын алайын. 8 және 9. Мысалы 8-ші ID-да user 2. Мен осы адамнан тіркелушілер қатарынан өшіретін болсам, unfollow'ға барам. 8. You are now unfollowing user 2. Яғни мен екінші юзердің посттарын көрмеймін енді. Енді сол тіркелген адамдардың тізімін жаңартатын болсам, тек қана 9-шы ID-дағы адам қалады. Енді одан да біздер алып тастай аламыз. Міне алып тастадым. Енді тағы тексерем. Міне бос жол. Ал оларға қайтадан тіркелу үшін 8-ші ID-ге қайтадан follow API-не сұранып жібереміз. Так, енді unfollow'ды қайтадан жасайын. Бір маңызды ақпарат, мына жерде бізде мен 8-ші ID-дағы адамнан тіркелімімді алып тастасам да, ол маған тіркелген болса, ол мен тіркелгендердің қатарында тұратын болады. Менде 5-ші юзер мен 2-ші юзер менің посттарымды көретін болады. Ал мен мына жерде ешкімнің постын көрмеймін. Яғни, ол үшін біздер жаңағыдай тіркелу керекпіз. Қысқаша осылай. Сабақты көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.